Саламатсыздар ма? 4-ші сынып білім алушыларына арналған әдебиеттік оқу пәні бойынша Өтірікшілер еліне саяхат тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. 96-шы сабақ. Бүгінгі оқу мақсатымыз шығарманы қайта құруға, интерпретациялауға және бағалауға негізделген сұрақтар қою және жауап беру. Дескрипторы: қиял ғажайып оқиғаға өтірік әңгіме құрайды. Сөйлеу барысында мақал-мәтелдерді қолданады. Балалар, суретке қарап Айдарбайдың қиял ғажайып ойларымен саяхат жасаңдар. Орынды Айдар арқылы суретке қарап әңгіме құрайды. Тақырыпты ашу мақсатында мынадай сұрақтар ұсынамын. Қалай ойлайсың? Қайсысы шындыққа жақын? Жауабы сіздерден. Бұл өтіріктің зияны бар ма? Жарайсыңдар, балалар. Балалар, қазір біздің тақырыбымыз бүгінгі Өтірікшілер еліне саяхат. Бұл өтірік өлеңді Бұхарбеков Бақыт Барлыбекұлы Алматы облысы Нарынқол ауданы Жамбыл ауылында 1954 жылдың 29 мамырында дүниеге келген. Қалықта ұшқыш кілем. Өтірік өлең. Балалар, мұқият тыңдаңдар. Мен сендерге мәнерлеп оқып беремін. Астымда ұшқыш кілемім, үстімнен өтті іленің, шоршып ойнақ салады дельфинің мен түленің. Көз сап мендей балаға, арыстан тұр далада, қолтырауын қорылдап, ұйықтап жатыр жағада. Топырағы тоңбайды, жапырағы солмайды, өйткені бұл өңірде қыз атымен болмайды. Керік көлге қарады, кекілін кері тарады, қонжы қозы бөлтірік қол ұстасып барады. Көнеден жеткен кезеді, зіл мен піл түзді кезеді, мені де ала кетші деп, қол созды қоян көжегі. Қабылап бала тілегін, қалықта ұшқыш кілемім, сен ұшқан сайын әлемнің көп сырын ұғып білемін. Балалар, бұл өлеңді Бақыт Бұхарбеков жазған екен. Балалар, өтірік өлеңде біз түсінбеген жаңа сөздер бар ма? Түлен. Жарайсың. Түлен дегеніміз не? Ит балықтың аты екен. Жарайсыңдар. Зіл. Зіл мамонт дегеннің аты. Зіл дегеніміз бұл өткен ғасырлардағы алып жануарлардың бірі екен. Балалар, жарайсыңдар. Балалар, мен сендерге тапсырма қояйын. Кейіпкер Іле өзенінің бойынан қандай кереметтерді көрді? Көп өтіріктің ішінде қай сөзі шындыққа жақын? Адамның ұшқыш кілеммен ұшу туралы арманы қалай орындалды? Балалар, сұрақтарға мұқият жауап береміз. Балалар, естерімізге түсірейік. Өтірік өлеңнің мазмұны өмірде болмаған кейбір қиял ғажайып оқиғаларға толы болады. Өтірікке құрылған ертегі көп. Мысалы, Тазша бала, Алдаркөсе өтірік айтудың нағыз шебері. Қазіргі ақындар шығарған күлдіргі, қиыннан қиыстырылған өтірік өлеңдер көбінесе балаларға арналып жазылады. Балалар, мен қазір сендерге өтірік өлең тыңдатайын. Одан кейін сендер өздерің бір ауыз өтірік құрастырып көріңдер. Мына өтірік өлеңдерді тыңда.
1 жасымнан жұмысқа орналастым. Қазанның қақпағына тамақ астым. Қазанымды басыма киіп алып, өрт шығарған қақпағын ала қаштым. Bir күні дәл алдымнан айна көрдім. Бос айнаға қарауды пайда көрдім. Қарасам, қарсы алдымда көк желкем тұр. Ойладым, мұндай адам қайда көрдім? Тау мен шөлім өзіме, өзім екен. Тау рахат, шөл деген төзім екен. Ай жоқ, күн жоқ, бірдеме жарқырайды. Бұл не десем, өзімнің көзім екен. Балалар, зерделеп оқыңдар. Өлең шумағының ұйқасын әріппен белгілеңдер. Балалар, бізде жаңа берілген өтірік өлеңнің соңғы шумағын алған. Қараңдар. Қайсы қатарлар ұйқасын сол әріппен белгілейміз. Қабылап бала тілегін әріппен белгілейміз. Қалықта ұшқыш кілемім. Сен ұшқан сайын әлемнің көп сырын ұғып білемін. Балалар, әрі қарай өздерің орындаңдар. Балалар, бүгінгі өткен тақырыбымызды қорытындылай келе, бір тұжырымды таңдап, өз ойыңды айт. Өтірік айтып қиялдай білу қызық. Өтірікті құрастыру үлкен шеберлік. Өтірік өлеңдер болашақ туралы арман қиял. Балалар, үйге тапсырма аламыз. Өтірік өлеңдегі адамның арманы тақырыбына қысқаша ойыңды жаз. Және де өтірік айтудың зияны бар ма? Өтірік айтудың зияны туралы мақал мәтел жазамыз. Балалар, осыменен сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар.